Құмар ойынның қақпанына түсіп, шырмауынан шыға алмағандар былтыр 100 миллиард теңге ұтылған. Мұны Алматы қаласының дін істері жөніндегі басқарма басшысы мәлім етті. 17 дін конфессия өкілдері мен ғалымдар қатысқан отырыста ойын құмарлықтың алдын алу шаралары да сөз етілді. Ал жалпы құмар ойыннан құтылу мүмкін бе? Әлбек Шынтемір жетекші мамандардан жауап іздеп келді. Құмар ойынның құрығына түскендерді нашақорлардан да қауіпті санайды кей ғалымдар. Өйткені оның алғашқы белгілерін анықтап, алдын алу қиын дейді. Ең сорақысы арнайы оңалту орталықтарына барған орташа есептегі 100 адамның тек 15-і ғана түзу жолға түседі екен. Ойынға құмар болып кеткен шығындардың 2022 жылы 100 миллиард теңгеден асып кеткен болатын. Өкінішке орай бұл сан 70%-ға артық, мысалы біз музей мен библиотекаға шығарған шығындарға қарағанда, немесе IT технологияға шығын шығарғанға 2 есе одан артық. Алматы қаласының 17 конфессияның өкілдері қазір бар. Араларында христиандық ұйымның, Қазақстан мұсылман діни басқармасының ұйымдарының өкілдері бар. Баптистер тәжірибесін бөлісіп отыр. 50-ге жуық ғалымдармен лудоманиямен күресіп келе жатқан мамандар сөз алған дөңгелек үстелде дін өкілдері де пікір білдірді. Айтуларынша ойынға деген ауруы асқынып, амалы таусылғандар мешіт қабырғасына келіп көмек сұрайды. Кез келген дінді алатын болсақ, бұл құмар ойындар тыйым салынған. Шариғатымызда да бұл мәселені Алла тағаланың өзі көтерген. Бұл амалдар сол шайтанның жолы деп көрсетіледі Мәида сүресінде. Және бұны біз амалда да көріп жүрміз. Соңғы кезде өте көп адамдар, әсіресе жастарымыз, жаңағы реабилитационный центрден түрлі орталықтардан өтеді, психологтарға барады. Кейін амал қалмаған соң бізге де келеді. Негізі ешбір елде бұның құтылу жолы көрсетілмеген екен, бір белгілі бір методика жоқ. Ойын құмарлық оқуда озат адам деп, немесе кітап көп оқитын маман деп, яки спортшы, тіпті IT саласының қызметкері деп мамандық таңдамайды дейді қызметкерлер. Олардың сөзінше, лудоманияның әлі емі табылған жоқ, және симптомдар мүлде белгісіз дейді. Құмар ойынның кесірінен қарызға батқандарға заңдық тұрғыда қолдау білдіретін жоба да жолға қойылыпты. Оның басты мақсаты салы суға кеткендердің сауатын ашып, көмек көрсету. Еріктілерден құрылған команда толыққанда тегін қызмет көрсетілетінін айтып отыр. Вне игры жобамыз ол негізі лудоманияның алдын алу жұмыстарын жүргізу. Бүкіл енді тек Алматыда емес, бүкіл Қазақстанда. Екіншісі ол енді қазір құмар ойындар, лудомания, букмекерлік кеңсенің жұмыстары қазір өкінішке орай заң бойынша біраз реттелмеген. Өткені букмекерлік кеңселер рекламаға төлейтін ақшалар өте көп. Орташа айлық 750 мың теңге 3 ай подряд ұтып қалса, сол кісіге букмекерлік кеңселер ограничение қойға тиіс. Сондай ұсыныстарымыз бар. Жастардың уақытын дұрыс бағытқа қарап біз бағдар бермеген кезде осындай кеселдерге шалдығатымызды біз көреміз. Сол үшін біз не істеуіміз керек? Біз өзіміздегі жастарымыздың потенциалын, қабілетін ашу үшін оларға бағдар беруіміз керек. Күнтізбеге қойылған мәселе тездетіп шешімін табу үшін енді атқарушы билік өкілдерімен етене еңбек ету қалды дейді қатысушылар. Сонымен қатар әлеуметтік желідегі құмар ойындардың жарнамасына қатысты да заңды қатаңдату керек деген ұсыныс айтылды. Әлбек Шынтемір, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы.